Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, ерекше болып шығатын мимоза салатын дайындаймыз. Менімен бірге дайындаңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бір пиязды кішкентай кубик етіп кесеміз. Өз қалауыңызша қызыл немесе басқа да пияз түрлерін қолдансаңыз болады. Және де бізге сардина балығы қажет. Менде консервідегі түрі, кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Осылай шырынын ағызып аламыз да шаншқымен жақсылап езетін боламыз. Содан соң бізге суға піскен сәбіз бен картоп қажет. Менде картоптың көлемдері кішкентай болғандықтан 4 штук қолдандым. Негізінде орташа 2-3 картоп жеткілікті. Осылай үккіштен өткізіп аламыз. Сәбізді де дәл солай үккіштен өткізіп аламыз. Орташа көлемдегі бір сәбіз жеткілікті. Және 4-5 штук суға піскен жұмыртқа қажет. Оның ауызы мен сарыуызын бір-бірінен ажыратамыз. Бөлек-бөлек үккіштен өткіземіз. Үккіштің кішкентай жағынан өткіземіз. Бізде барлық ингредиенттер дайын болды. Енді салатты жинаймыз. Салатты кез келген ыдыста жинасаңыздар болады, ыдыссыз да жинауға болады. Мен осындай кальцуда жинаймын. Бізде ең алғашқы қабат ол картоптан болады. Оны осылай орташа етіп жайып шығамыз. Содан соң бетіне майонез құямыз. Майонездің мөлшері өз қалауыңызша, дәміне қарай шамамен жағып шығатын боламыз. Екінші қабат балық болады. Оны да барлық шетіне жететіндей етіп жайып шығатын боламыз. Өз қалауыңызша осы балықтың суын кішкене құйсаңыздар болады. Сол кезде ол сонда шырынды болады, бірақ бұл міндетті емес. Содан соң пиязды саламыз. Бетіне майонез құямыз. Жұмыртқаның ақуызын саламыз. Кішкене тұз сеуіп жібереміз. Қайтадан майонез. Сәбізімізді саламыз. Және тағы да майонез құямыз. Майонез көз мөлшерімен. Содан соң бізде соңғы қабат жұмыртқаның сарыуызы. Оны осылай бетіне сеуіп шығамыз. Шамамен 1 сағаттай тоңазытқышқа салып алсаңыз болады, жақсы сіңу үшін. Осымен салатымыз толық дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі, керемет болып шықты. Дәмі де сондай ерекше. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Дастарханыңыздың сәнін кіргізеді. Міндетті түрде дайындаңыздар. Дайындасаңыздар, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі рецептерде кездескенше, қош сау болыңыздар.